Сәлем құрметті көрермендер мен ютуберлер. Бүгінгі видеода мен сіздерге айына 300 мың теңге минимум табатын мамандық туралы айтатын болам. Әрине ол YouTube агент. Ол YouTube агент дегеніміз ол біреулердің YouTube каналын ақыға жүргізетін маман. Өздеріңіз білесіздер, Instagram мамандар бар, Instagramщик деп айтады, Instagram агент деп айтады. Оларға сіз өздеріңіздің фотоларыңызды, видеоларыңызды түсіріп жібересіздер. Олар аптасына біреуін бір фото салып астына әдемі сөздерін жазып салып отырады. Ондай мамандықтар өте дамып кеткен, және уақытта конкуренция өте үлкен. Ал қазір уже YouTube дәуірі келе жатыр. Тем более 2021 жыл бұл YouTube платформа номер 1 платформа болып шетелде танылған, уже Қазақстанда да кәдімгідей дамып келе жатыр. Өздеріңіз байқасаңыздар, бүкіл блогерлер, ютуберлер, вайнерлер барлық YouTubeқа көшіп жатыр Instagramнан. Ютуберлер деп қойдым, бірақ инстаграмщиктер дегенім ғой. Өйткені шын мәнісінде ютубта ақша табу 10 есе 100 есе көп. Бірақ енді ол жақта қатқан қағида жоқ, әркім немен жұмыс істей алады, сонымен ақша тапқанды әрине жақсы көреді. Енді 2021 жыл келді, заман дамып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Көптеген мамандықтар шетте ысырылып қалып жатыр, және болашақта уже болмайтын мамандықтардың арасында мына почтальон, кітапханашы деген мамандықтар болмайды. Өткен барлық цифровой эраға өтіп жатыр, цифровой эпохаға өтіп жатыр. Сондықтан да сол жаңа дәуірдің жаңа заңдылықтарынан қалып кетпес үшін әрине сіздер де жаңа мамандық игеру керексіздер. YouTube агент болу үшін не істеу керек? Ең бірінші өздеріңіздің бірінші YouTube каналдарыңызды ашып, хотя бы бірінші 1000 подписчигіңізді жинап алу керексіздер. Қалай дұрыс түсірілімді зерттеу керексіз, одан кейін қалай дұрыс монтаждауды, қалай дұрыс сценарий жазуды, жоспар құруды, солардың бәрін үйренгеннен кейін әрине сіздер спокойно алып басқа адамдардың YouTube каналын ақыға жүргізе бересіздер. Әрине ең басында қымбат ақшаға жүргізбейсіздер. Шын мәнісінде қанша алады негізі YouTube агенттер? Минимум 100 мың теңге алады бір YouTube канал жүргізген үшін. Оның ішінде өзі пакеттері болады, видеосын түсірем, монтажын түсірем, жоспарын жазам, дайындаймын деген секілді. Ал енді өз авторлар бар, өздері сценарий жазатын, сіздер тек қана видео түсіріп, каналдың оптимизациясын туралап, алдыңғы қатарда шығатындай қылып, соны әрлеп, дизайн жасап сөйтіп отыратын. Пакетке қарай да қандай қызмет түрін ұсынасыз соған қарай. А негізі минимум 100 мың теңгеден басталады. Сіз оның видеосын түсіріп бересіз, жоспарын құрасыз, оптимизациясын туралап бересіз, монтаждап отырасыз, видеоларын сөйтіп аптасына бір видео шығарып отырып, YouTube каналын жүргізіп отырасыздар. Бір адам 5 YouTube канал спокойно жүргізіп отырады. Ол деген сөз уже айына 500 мың теңге. Мақұл, басында енді бастап атқан кезде опытыңыз аз, сразу 5 YouTube каналдан бастамайсыз әрине. Бір YouTube канал, 2 YouTube канал, және айтқандай бана 100 мың теңге емес, 10 мың теңге, 20 мың теңгеден бастап біраз опыт жинап аласыз. 1, 2, 3 ай опыт жинап аласыз. Әбден опыт жинап, бүкіл инструменттерді қолға алып, уже біраз мастер болғаннан кейін смело бір канал жүргізуге 100 мың теңге аласыздар. Менде арнайы YouTube агент деген курс басталып жатыр, YouTube агент болу деген. Ең бірінші бастапқы несі сабағы 1000 теңгеден. 1000 теңгенің өзіне сіздер көптеген білім аласыздар. Мен Instagram'ыма өтіп, YouTube агент сабағын алғым келеді десеңіздер, біздің мамандар сіздерге условияларын жібереді. Төлемді қалай жасау керек, тапсырмалар жібереді дегендей арнайы платформаға тіркеп қояды. Одан кейін ақыр YouTube агент болғаннан кейін сіз клиентті қалай табасыз? Негізі клиент табудың 2 басты жолы бар. Ең бірінші жолы ол кәдімгі аяқпен жүріп бару. Банағы киім сататын салон болсын, сән салонында болатын болсын, банағыдай басқа да мамандар болсын, май ауыстыратын маман болсын, барлығына YouTube канал қажет. Оған сіз бірінші өзіңізді таныстырардың алдында өзіңіздің историяңыз болу керек. Мінекей мен андай деген YouTube каналдың авторымын, уже менде 1000 подписчик бар, және YouTube арқылы сіздерге көп просмотр, подписчик жинап берем, және өздеріңіздің клиентский базаңыз сол YouTube арқылы жинайтын боласыз деп түсіндіресіз, аяқпен барып кәдімгідей. Ол бірінші түрі. Екінші түрі уже сіз Instagram, TikTok, YouTube арқылы клиент жинайсыз. Сіз өзіңіз дәрежеңізді көрсетесіз, және таргетпен жіберіп, егер де сіз YouTube каналыңызды дамытқыңыз келсе, маған хабарлас деп таргетпен жібересіз. Сол таргеттің темасы тағы да бөлек, оған тағы да қосымша адамдар жалдау керек. Әрине ең бірінші жол аяқпен барған өте тиімді, өткен сіз көзбен көз өзіңіз клиентіңізді көріп тұрсыз, ол сіздің банағыдай сізді өзі тікелей көріп отқаннан кейін сенім кәдімгідей 100%-ға артады. Және сіз өзіңіз физически барып тұрғаннан кейін барып сіздің видеоңызды түсіріп беремін, айына бар жоғы 20 мың теңге беріп отырсаңыз, сіздің каналыңызды дамытып уже клиенттеріңізге де ең бірінші сіз өзіңіздің клиентке барған кезде YouTube каналдың жүргізудің плюстарын айту керексіз. YouTube канал жүргізген плюстары сіздің клиенттеріңіз, мысалы барып тұрсыз да, ол май ауыстыратын маманда,
майды қанша километр сайын ауыстыру керек, қандай май құю керек, қандай қыста қандай май керек, жазда қандай май құю керек, гурдың майын қалай ауыстыру керек, соның жолдарын мысалы айтып, әр өзінің клиентіне түсіндіріп отқанша арнайы бір видео түсіріп қоятын болса, және сол видео арқылы өзінің көрерменіне жеткізіп отыратын болса, оны басқа банады авто жүргізушілер көріп, мынау жақсы май ауыстырады екен, біраз нәрсені біледі екен, эксперт екенін көз жеткізіп, соған барып май ауыстырады. Сол секілді сіз өзіңіз сөйтіп жеткізу керексіз, көзін жеткізіп, егер сөйтіп түсіндіретін болсаңыз, сізге мынанша пайда түседі, мынанша клиентіңіз ұлғаяды деп. Енді бұл жерде қазір май ауыстыратын адамның примерінде ғана, мысалында ғана айтып отырмыз да, көп деген басқа примерлер бар. Мысалы бізде супер ютуберс командасында сабақ дәріс алып жатқан программист жігіт бар. Ол робототехниканы үйретеді. Мысалы бұрын YouTube каналы жоқтығы, мысалы кейін YouTube каналы ашып, біраз просмотрлар, подписчиктер жинап, оны қалай ақшаға айналдырам деген сұрақ туындап жатыр да. Сол уақытта уже YouTube агент оған көмектесе алады. Егер де сіз робототехниканы үйретіп жатып, мынандай өздеріңіздің запчастарын сатсаңыздар болады, мында өзіңіз робот құрастырып видеода осы роботтар сатып алғыңыз келсе, мына менен сатып алсаңыздар болады, ақысы мынанша теңге, және мына құрастырылатын видеосы міне деп. YouTube агент оның сатылымдарын көбейтеді мысалы. Яқта енді сөйлеу мәнерінде туралау керек, қалай клиентпен сөйлесу керек, ол клиентке қалай плюстарын айту керек деген секілді сату өнеріне кішкене үйрену керек. Өйткені бұл жерде уже заман дамыған сайын именно бір мамандықтың иесі емес, ол жерде 3-4 мамандықтың иеленген адамдарға спрос туады. Уже сол заман туды. Қазір тек қана оператор емес, сразу монтаж жасай алатын, сразу сценарий жаза алатын, сразу оптимизацияны туралай алатын бір маманмен келіскен, барлығына выгодно. Кез келген компанияда сондай. Жай ғана бір юристпен емес, уже бухгалтериядан да хабары бар, сатылым жағынан да хабары бар, креатив жағынан да хабары бар адаммен жұмыс істеген барлығына тиімді. Сондықтан да сондай әртүрлі качестволарды, сондай әртүрлі қасиеттер сіз өзіңізге қамтып жинау керексіздер. Одан кейін клиентіңізге ақыры сіз YouTube агент болдыңыз, айына банада әжептәуір ақша тапқыңыз келетін болса, сіз келесі нәрселерге мән беру керексіздер. Ең бірінші ол видеоның сапасы, видеоның сценарийі, одан кейін дауыс мәселесіне. Дауысыңыз неғұрлым анық, нақты шығатын болса, видеоңыздың 70%-ның успех дейді, сәтті өтуіне 70%-ына әсер етеді. Дауысыңыздың сапасы әдемі болу керек. Одан кейін сценарий мәселесінде де сіздің сценарийді қалай жеткізесіз? Әдемі, қызықты етіп жеткізу керексіз. Көп адамның қызықты болатындай. Бір ешкім көрмейтін бір тақырыпты қозғай бермей, барлығына общий тақырыпты қозғау керексіздер сценарий жазған кезде. Және клиентіңізге шын мәнісінде кез келген адам YouTube бір мәлімет іздейтін болса, YouTube-тан іздейді. Бірақ өзі сол YouTube-тан іздей отырып, оның маңыздылығын өзі кәсіпкер бола отырып, көбісі түсіне бермейді. Соны дұрыс түсіндіру керексіздер. Мысалы, YouTube-тан дамудың өзін сіздер көру үшін YouTube-тан көресіздер. Даже Instagram-нан қалай дамуды үйренгілеріңіз келсе, оны да YouTube-тан көресіздер. Өйткені бұл білім беретін нағыз қазір платформаның алдыңғы қатардағы платформа болып отыр. Тамақ бір нәрсе, бір тамақты білмей жатсаңыз, оны да YouTube-тан көресіздер. Және көрген кезде де қалай көресіздер? Орыс тілінде көресіздер. Ал не үшін қазақ тілі әлі пустой, ол рынок пустой. Қазір 2021 жылы сіздер қазақ тілдегі бана тема ұратын болсаңыздар, сіздер міндетті түрде атасыздар. Өйткені әлі сіздерде конкурент жоқ. Тура осылай сіздер YouTube агент болып, сіздердің өзіңіздің клиенттеріңізді түсіндіретін болсаңыздар, клиент уже 100% сіздіңкі. И біраз уже опыт жинағаннан кейін 2 ай, 3 ай уже спокойно любой YouTube каналды алып, дамытып, арғы жалғастыра берсеңіздер болады. Қазір енді жыл енді басталып жатыр. Бұл мамандық әлі онша әйгілі емес. Бірақ мен сіздерге гарантия берем, жылдың ортасына дейін бұл мамандықты кәдімгі итпен іздейтін мамандық болады. Шли итпен емес, енді бірақ іздейді. YouTube-тан даму үшін, конечно, не керек? Дұрыс инструменттер керек. Бағана айтқандай, менің астындағы Instagram парақшам бар, дайректке жазсаңыздар, мен инструменттер үйренгім келеді десеңіздер, YouTube-тан даму 50 инструмент береміз. Сол 50 инструменттің хотя бы 10-ын қолданатын болсаңыздар, сіздер гарантия 100 000 теңге айына минимум тауып отыратын жетістікке жететін боласыздар. Өздеріңіз білесіздер, мынау бізде киностудия Мейрам ТВ және Мастер Мейрам осы 3 канал бар. Біреуінде 1 миллион подписчик, біреуінде 200 000, біреуінде уже 40 000 подписчик бар. Олардың барлығы осы инструменттерді қолдану арқылы келген. Және ол маған уже результат беріп жатқаннан кейін сіздерге ол тем более результат береді. И мен жасаған қателіктерді уже сіздер жасамайтын боласыздар. Сол инструменттер ала отырып, сіз өзіңіз де жасамайтын боласыздар ол қателіктерді. И клиенттеріңізге де ол қателіктерді жасамай, сразу уже плюс ататын темаларды түсіріп, ататын нәрселер жасайтын боласыздар. Сол инструменттерді қолдана отырып. Қазір мен видео түсіріп жатқан уақытым қаңтардың 7-сіне ауған кез, яғни январдың 7-сіне. Егер де сіздер осы январдың 15-іне шейін
заявка тастайтын болсаңыздар, бағанағы білімдердің бәрін 50% жеңілдікпен спокойно алатын боласыздар. Қазір Инстаграмға директке уақыттарыңызды жібермей жазыңыздар, және болашақ заманауи білімнен әрине қалып кетпеңіздер. Мен сіздермен келесі видеода кездесем. Қош, сау болыңыздар. Сен мені ауыртқаннан мен айықпаймын, екеуміздің арамызда әлі де лай.